Ақсулық шенеунік ерен еңбегі үшін марапатынан айырылып 9 жылға сотталды. Ол қаладағы су құбырын жаңартуға бөлінген 340 миллион теңгені жымқырған. Ақсу қаласында басшы ерен еңбегі үшін наградасынан айырылып, 9 жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Қаржылық мониторинг агенттігі. Агенттіктің Павлодар облысы бойынша департаменті қаладағы су құбырын жаңартуға бөлінген 340 миллион теңгені жымқыру фактісі анықталған. Ақсу қаласы құрылыс бөлімінің басшысы Мұздыбаев, Дала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Рысбеков және техникалық қадағалау маманы Нұртазин орындалған жұмыстар актісіне қол қойды. Олардың заңсыз әрекетінен мемлекетке 340 миллион теңге материалдық залал келді. Бұл аса ірі мөлшер болып саналады, деп жазылған хабарламада. Ақсу қалалық соты президентке Мұздыбаевты ерен еңбегі үшін медалінен айыру туралы ұсыныс енгізіп, 7 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Ал Павлодар облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Рысбековті 9 жылға, Нұртазинді 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.